Эпилепсиясы бар пациенттер МРТ қорытындысында мида киста бар деген жазуды оқығанда, оларда әртүрлі сұрақтар пайда болады. Эпилепсияның себепшісі осы кисталар ма? Әрі қарай не істейміз? Бұл кисталар өсіп кетпейді ме? Шұғыл түрде операция қажет пе деген секілді. Бас миында ең жиі кездесетін ол арахноидальды кисталар, ортаңғы және де артқы ми шұңқырында орналасқандары. 99% жағдайда бұндай арахноидальды кисталар эпилепсияның себепшісі болмайды. Ал эпилепсияның себепшісі болуы мүмкін кисталар ол травмадан кейін пайда болған кисталар, инсульттан кейін пайда болған мидағы кисталар, әртүрлі инфекциялық сырқаттардан кейін немесе бас миына жасалған операциядан кейін пайда болған кисталар себепші болуы мүмкін. Алайда ол кисталар эпилепсияның себепші екенін ажырату үшін эпилептологтың консультациясы керек, және де пациентте болып жатқан ұстамалардың симптомдары, көріністері, клиникасы осы киста орналасқан аймақпен сәйкес келуі қажет. Тек сол жағдайда ғана біз айта аламыз, бұл кисталар эпилепсияның себепшісі немесе олардың приступтарға ешқандай қатысы жоқ екенін.